Шереметова Гульшин. 29-й год рождения. Она Гезлев шерінде. Желябова улицада. Совет заманы. Біз бала едік, точно оғадар білмейміз, конечно. Мен 15 yaşında едім о вақытта. Ашлық көрдік. 35 деп. Ең последний 35. Шында бабам өлді. Біз ашадық, но адамдар ашықты. Мені бабам мал доктор еді. Ана қой ашадық. Мен аз ғана білеме 35-те, мен 6 yaşında едім. Аз ғана білемен. Бабам колхоз адамдарына өтмек алмаға шерге келе. О көйде çalışа. Ана өтмекке келгенде өле бабам Гезлевде. От чего умер, біз білмедік. 5 yaşında қалдым мен бабадан. Больше баба көрмедік. Сибирский язва. Малда сибирский язва заразил. Ана шол сибирский язвадан қан тамған, о сескенген. Это нехороший. Ана шоман шерге келе, өтмек алмаға қайталмады. Шоман жоқ болды. Аят 6 yaşındамын, откуда знаю? Анам неграмотный, бабам позже оқытқандар взрослый, женатый, балалы болғансын оқылған. Совет үкіметін салыштырып көрмей білмейміз де. Бай тұғыл еді, пхареде тұғы еді. Мектепте, мына бұл Гезлевде, Заводской улицада 5 мектебі бар еді. Анда 1-ші класс оқыдым. Бабам өлді, сон 37 сенесі көйге кеттік. Екінші бабаға. Ана 3 класс анда оқыдық. Черномор районында 40 класс көйінде. Анда балабан семья. 11 жан болдық. Татарша. Мен мектебе барғанда, 37-де мектепе барғанда, латин буквасы бар еді. Ярым ел оқымай, рус буква шықты. Мен латиннің бірісін, екісін танимын, қалғанын танымаймын, ана шындай. Русшаны оқимын. 4 класс бітірдік. 4 класс бітіріп, шерге келгенде, каникулға келгенде, қауға башланды. 44-те. 41-де. Қауға башланды. Шундан соң оқу көрмедім. Нас қауға, кене мен айтамын, мен о вақытта 12 yaşlarındамын. Біз сақ шеріне бара жақмыз. Анамның сіңлісі бар еді. Анда кетежек болып, вокзалда біз мынаудай радиолар война деп, әркез ағлай, әркез билет қайтара, біз балалармыз өтакой. Біз де қайттық, 4 бала едік. Самый ең екені мен. 12 yaş боламын, 29-ның баласы 41-де, 12 yaş. Сон келіп біздің вокзалдан алдылар, билетін қайтардық, қауға башланған. Қайтып келіп анам ағасын ине, сон анам көйден келіп біздің алып кетті. Бір кере подвалға да түштік, бомбаладылар. Ятып кеттілер. Мына райондан, шерлерден, көйлерден келгені мен қолым көрілем анда. Қайта ятқанда, кеш қалсалар ятып кеттілер, руминерде, немселерде.
Немселер етмейді, руменнер яман болайды. Руменнер яман бола, соң немселерге барып айтсаң, наказать етеділер. Руменнер қырсыз еді, тұтып ала еділер. Алып соя еділер сиырларын. Постоянно тұрғанға белгі етмейлердір. Бізден өтіп кетелер, яталар. Геже ашамаға керек. Не істесе, оны етелер. Немселер, олар культурны қалқиды. Руменнер цыганский. Жоқ, бізде ровно кой. Партизан ең көбісі таулардағы, қырларда, тауларда, қырларда. А бізде чөл, открытый, ровно. Анда сақланма негде. Армия болмады бізде, тұрмады. Черноморда тұрды армия. Партизан көрмедік біз. Жоқ, біз ұзақмыз олардан. Это горный яқларда, где война идет. Екі ағам жоқ болды. Бірісі армияға кетті. Армияны соңы шығар дегенде Финляндия ұрышы башлады. Енді Финляндия ұрышы вақтыда екінші ағам кетті. Енді бұл аға Финляндия жеңкі біткенсін қайтып келді, бұл ағам армияда қалды. Бұл қайтайым дегенде Герман қауғасы башлады. Екен ағаны бірда алдылар, екісі бірі-бірін көрмеді. Шоманда жоқ болдылар. Қыдырған адам болмады, безвесте, өлген ма, бір шей білмейміз. Немсе көрмедік, проходящий ночевкой, утром ушли, вот такой. Бізде бір шей жоқ, біз бір шей көрмедік. Только проходящий руменнер ятып кетеді, проходящий немселер. Не істесе, оны ете өтіп кете, один ночевкой. Қауға көрмедік, окоп қаздық. Во дворе окоп қаздық. Окопқа сақландық. Келіп бомбалап кетеділер, зарар көрмедік. Патламады бомбалар. Білмейміз. А Евпаторияда болды. Не үшін десең, мен қауға вақтында екінші бабаға кеттім. Поэтому мен шерден кеттім деревняға. Дерс біткен соң, колхоз, мектеп жоқ, 41-де бітті. 4-ші класс 41-де каникулға шықтық, қауға башланды. Мектеп жоқ, колхозға чалыш. Колхозда чалыштық. Сыбырдайға чалыштық. Сыбырдайын білесің? Шемішка. Комбайн боғдай орды, артынан башақ жидық. Ана шайтып чалыштық. Қауға біткен соң, ана өзіміздің келді. Өзіміздің келді. Біз қуандық, өзіміздің келді. О қуанш еріне қара күн болды. Енді евелкі заман свободно без қауға болажақ деп ойладық. Ескі яшайыш болажақ деп. Олар переворот еттілер. Олар шығардылар бізні. Бізде балабан ақаларым епсі жоқ болды да қауғада. Мен яшедім, инициативниклер жатты түрмеде. Енді уже шыққанмыз мұнда, руслар келді, біздің шығарды. О түрмеде жаттылар, олар инициативниклер. Мына Қырымға қайтамыз дегенлер жатты түрмеде. Кой простой адамдар, неграмотный адамдар, колхозниклер. О городскойлар шо өшілерінен оғраша. Әркез колхозник. Председатель колхоз, бригадир колхоз, читовод колхоз. Все, грамотный адамымыз. Қалған әркез колхозға чалыша.
18 майыс сабасы, по порядка айтсам, біз қойның шетіндеміз, құйға яқынмыз, бақырып кетелер. Қойның о тамандан адамдар келелер, шығалар. Азыр болыңыз, колхоз адамнары, қоңшылар. Азыр болыңыз, біздің шығар аяталар, бақырып кетелер. Біз пенжереден, қапыдан қарадық, бізге күн туғансын келділер. Адамдар сахарде шықты. Ояқтан шығып, последний біздерін алып шықтылар. Бақырып кеттілер. Өпсін по порядка айтсам, мына екі солдат тұрды қапының екі шетінде, винтовкамен. Лап жоқ. Мені анам айтты, мені екі оғылым қауада воевать ете. Ата жақсың ма? Алып кетежексің, айт. Тілі жоқ, ауызы жоқ. Мені анам айтты, мен шықмам, айт. Ал, и все. Собирались. Правда, біз ешіткеніміз шо, үйде. 25 кило адам башына алыңыз. Адам растирация еті. 25 кило адам башына біздер башладық жиштырмаға, что не қолымызға үшті алдық. Менің ештігім үйім ішінде 25 кило адам башына. А біз көпміз, 8 денеміз. Бізде көп болады сон. Самый старший, бір дәне ақам 1 яш екен. Значит, мен 15 болсам, о 14 яшыларында. Мен 14 яшасам, о 15 яшында, не родной. Ана, қалған яш жоқ еді. Бабай 60 яшында. О вақытта бабайлар етіп жүреділер. Анам қарт, бабам қарт. Бізге тимеге чәре жоқ, бір шей, әпсі мұнадай. Ана, не алдық? Алдық біздер. Бұғдайды алдық. Бір чывал бұғдай алдық. Ұрбаларына. Әпсі киімдерін үстіне кие бердік. Жүк алмадық, жүк болмасын. Үстімізге кийдік. Мен өзімнікін кийдім, анамқын кийдім. Анам, бабам қын киді, ақаларым қын киді, груз болмады. Ана, шо. Алдық ару шықтық біз. Ана о адамдар бақырып өткенсін, бізге очередь келді, солдатлар келді, біздер алажамызын алдық. Неге алып кетіп, мектептің алдына түшірділер. Бүтін күн мұна бұндай тұманны, жауынны ауа. Машина беклейміз. Мені анам айтты. Мені үйге жібер, балаларым аш. Кетті, солдат алып кетіп кетірді. Ал барды. Ұрмады, сөкмеді, бір шей өтмеді. Бір кампірінде балалары ляльшкасы бар еді қолында. Оны үйне барып алып келді солдатман. Общем, кеш болғанда біз Кезлевге келдік. Илі болғансын. Кезлевге доғыры шалонға алып келділер. Жерге аяғымыз тимеді. Машинаның артын кузуны аштылар. Шалонға доғырлап, машинадан прям шалонға міндік. Анда қаш құранта? 4, 8, 10 құранта бар едік. Биткім. Ана әркез жөн едік. Білген адамдар айта, оңға кетсе, бияққа кетеміз, солға кетсе, бияққа кетеміз. Аңнады, бір ерге барғанда айттылар, шижақ яққа кетеміз. Біз кетеміз, рас келе ошақлар. Тенеке, кирпич. Бізден алдын кеткен эшалон аш пішірген. Не қадар етіштірген, пішкен ши
шалон жөнеді, алып кетесің. Та бір ерге келесің, суға жуырамыз шалоннан түшіп. Кім шалоннан түшіп қала, кім жойла. Мен қайырге келгенде бір Ажатман деген койде Ажасан ажы деген қарт бар еді. Аяқ жолға қыманман кете, қыман білесің? Ана кете, біздің шалон жөнежек, башқасы келе ятыр. О мені басмасын деп жуырып өтетінде бөліп кетті, екіге бөліп. Шалон тоқтап, оны жуып, кепіннеп, ташлап кеттілер шайырге. Көпек ашадым, жидыларым, білмейміз. Жол бойы кеттік, қыздырмаш пішірдік, кімде бар? Балық шорбасы берділер бір ерде. Су алған су ала, шалондан қалған арттағы шалонға міне, шай етіп, 22 күн дегенде Қатыршы районына бардық түштік біз. Қатыршы районының ортасына, базардың янына түшірділер. Болмады. Біздің шалонда қартлар еділер. Қартлар айтады, аз ғана аш, бұндай араса оздық келсін. Кеше біз бір ерлерде аяғымызын сарқытып отырғанымда білемен. Сон келіп жапқанларында білемен, аз. Өлмеді, ауырмады да. Бір жолда біздің татарлар рас келді, еркеклер. Олар ояққа кете, біз бұяққа кетеміз. Но қапыларын ашмадылар. Қапыны ашмадылар. Қатыршыға келіп түштік біз, біздің баняға кірсеттілер. Баняға кірсеттілер, ұрбаларымызын стиралет етті, бір ерге карантинге жіберділер. Алтынсай деген ерге Ләңгар елына. Карантин, 40 күн карантинде отырдық. Кім ақыр, кім поднавес, яз күні яшадық 40 күн. Аннан сын біздеріні сортировать еттілер. Рабочий көп, Ләңгарға кетті. Рабочий жоқ, колхозға кетті. Біз Қатыршы районда Карл Маркс колхозына түштік. Колхозда çalıştık. Именно бізге яқшы үй берділер. Жаңы үй еді. Біз отырдық. Отдельно пенжере жоқ. Kapı, hem pencere, hem kapı. Açsam kapı, жапсам pencere, o такой. Үй тапмағандар да көп болды. Бір үйде 4-5 қоранта яшағанда болды. Біз бір паша яшағансын, бізге бір қоранта келіп қошылды, башқа көйден енді. Та бір қоранта. Үйнің 4 көшесінде 4 қоранта болдық. Только біз яша едік. Анда бені бабам өлді, анда қыз қардашым өлді. Барғанман өлділер. Барғанман менден год старше ақам өлді. Сон бабам өлді. Сон Амиде Гүлнар Стенан 8 жандан біздер 2-ден қалдық. Бір оғлан, бір қыз қалдық. Анам, оны яқшы білемен, 49-да өлді. Ашлық бар, доктор жоқ, больница жоқ, поликлиника жоқ, бір шей жоқ. Недай қасталық маны ауырсам, ахракин берділер. Безразлично. Әпсі қасталыққа ахракин. Аш жоқ, ахракин. Хинизатор, бірдәне хинизатор жүреді, колхоз бойы. Біреу қаста, кете хинизатор, таблетка бере, ахракин. Все. Ана шоумен 49-да анам өлді. Сон мені енді подпис вақты болды. Қашыншы жыл болды, шо подписте башлады, ұнттым әуді. Подпис вақты болды, анам өлді. Самаркандтан анам ағасы
вызов алып келіп, мені алды. Ай подписке қатынадық, кершек. Ай подписке барамыз. Суд етелер. Бір арада мен подписке бардым, адамдар айтқан, бұл қашып кетежек колхоздан. Атлы аскер келді маға. Сен қашажақсың, сені қапама келдім. Мен өзбекке айттым. Ақылlı адам айтып қашмай, қаша кете. Мен кетежекмен, вызов кетірселер кетежекмен. Но қашма жақман. Поэтому қапамадылар мені. Бірісін ал бардық, ал бармайлар. Машина жоқ, араба. Колхоз рейсі араба берсе ал барасың. Бермесе өле бересің. Только бірдәне Гүлнар деген қардашымны отвечать етерсің деп рейске барғанда берді араба. Уже кеш болды. Суббота алып кетіп ташладық. Алып кетіп ташладық, саба өлісін алып келдік. Все, аппендицит деділер. Қарадым, қарамадым, ояғын Алла біле. Анамның ағасы келіп алды бізні Самаркандтан. Қатыршы райондан келіп Самаркандқа алды. Оның қолында яшадық. Подпис вақты. Мен сауман енді, яқында қардашым өлді Өзбекистанда. Келе алмады. Анам өлгесін ішлемедім. Бір кереден вызов келді, сразу Самаркандқа кеттім. Ткачиха çalıştım, портниха çalıştım. Памық жидым. Үште ученик болсаң, памыққа кетесің, пақта жиясың. Та ізделіне шыққанша. Шелкоткацкий фабрикада ткачиха ішледім. Малярия, ең главный малярия, дизентерия. Шо екісі? Ең көбісі шо? Тип болды. Ана өлгенлер ашлықтан, ашлықмен барабар, ашлық неге кетіре? Қасталыққа кетіре. Грипп, тип болды, малярия, дизентерия. Бек көп адам өлді. Да, көмдік. Біз көмдік, көпеклер шығарды. Өзбектеріні яман деп болмай. Олардың өзлері де аш еді. Біз тұвыл, олар да аш еді. Оларда да права болған сойы. Рейсі, қасылатмауын, қамшыман жүреді, аңнамасаң ұрайды. Көніп жүрсең, жүре бересің. Яқшылығы да болды, яманлығы да болды. Hepsi болды. Колхозымыз бай колхоз еді. Ай не бере? Айда пайоқ береді. Үкімет пайоқ берді. Аштан өлмейсің. Сауда болмайсың. Параны кім бежерді алды. Кім бежер алмады, ең көбісі алмады. Алғаны өлгенлерінкінде алды. Біздер алмадық. Бізде грамотный жоқ еді, старший жоқ еді, біздер бала едік. Но строгий воспитание. Ключмен кіредік, ключмен шыға едік. Табель номер бола еді. Мына меніңкі 46 еді. Кіргенде табель номерін қоясын. Қашта қапаздат етсең, суд боласың. Вовремя келсең, бір шей жоқ. Қырсыласаң, суд боласың. Қырсыламасаң, жоқ. Олар бір кереден тұрышты. Біздіңкілер стройка. Олар келіп түшті, и сразу возврат требовали. А біз яшадық, потом сорадылар біздіңкілер. Кеш болды да? Қырымна бір минут менің анам аузынан жаны шыққаша күнде бір шей азырлай еді.
пыртны шешме. Поезд келecek, қайтажақмыз. Өл кеші қайтажақмыз. Ана өліп кетті, қайтты. Екіміздің де жүрегіміз, постоянно ақылымыз, піркіміз мұнда тұрды. Біз анда яшамадық. Қырымман яшадық ояқта. Жүректе Қырым тұрды. О біздің ватанымыз. Оны біз біреуге бермеміз. Біреуің алмада аққы жоқ. Әр миллетнің өзінің ватаны бар қайтмаға. Біздің ватанымыз только бұл. Біз мұнда только қайтажақмыз. Өлсек мұнда өлежекміз. Яшасақ мұнда яшажақмыз. Мен өзім подпис біткенсін, указ біткенсін. Әр ел келдім. Өтмек ашамадым, су іштім, келдім. Әр ел келдім. Мұндай барып үйлерім көрдім. Қайырде яшағанмын, қайырде туылғанмын, деңізде жалдадым. Квартира тұттым. Сумен өтмек ашадым, Қырымны келіп көрдім. Қырым ватаның. Жаның, жігерің ватаның. Бізді көйде евіміз жоқ. Біздің мұнда шерде, Евпаторияда евіміз. Мен шерде туғанмын. Бабам шерде туған, анам шерде. Анам Татарский 90-да туылған. Улица Татарский. Совет үкіметіне Татарский мұсылманшасына Ақмолла. 90-да анам доққан. Бабам Слободкада, Желябуада туылған. Біз мұнда коренной. Мен Желябуада туғанмын. А о, после бабам өлген соң көйге көштік деревняға. Там біз малы яшадық. Сразу қауа башлады, сразу кеттік. Evet. Әр ел келіп көрдім. Вот комендантский время біткен соң, әр ел келіп көрдім. Әр ел келіп көрдім. Балаларымда кетіріп көрсеттім. Милли әрекет башлағанда өзімде аралаштым. Ұлымда аралашты, екілім. Ақша жейдім. Қалқын Москва жібермеге. Подпис еттірдім. Мен бүгін кеше, мен жаяу Симферопольге бардым пешком. Мұнда кегенсін. 99-да бардым. Қаш яшында мен? 70. Ана Исмаил бейден бисмилла деп салдым. Трибунаға пешком бардым. 70 yaşımda. Шынды да кет десерер, кетермен. Қырымға қайттым, бұндай болды. Ортаншы ұлым айтты. Мама, мен 2 отпуска бар, үшіншіге кетті. Мені 3-тен қуалар, отпуска ал, деді. Маға ал белет, мен Қырымны бір айланып келейім, деді. Да ето, мен оларын агитировать етіп әзірледім. Кім үй сатқан, кім контейнер жіберген, кім үй алған Қырымдан, каждый минут айтамын. Ақ ел бар кет Қырымаңа. Соң, ортаншы ұлым айтты. Маға отпуска берелер, маға билет алып кел, Қырымға кетейім, бір айланып келейім. Қаны не бар анда? О кетті, шофер келді, старшийсы. Қайда кетесің? Билет алмаға. Ача, репат Қырымға кетіп айланып кележек, қарай жақ. Тогда мен де отпускам бар, маға да 2 ұлым старший жібердім. Бірісі пробивающий, бірісі работяга. Работяга келсе, бірші ішлей алмайды, райып келсе пробивающий. Екісіні yolладым. Мен анда қалдым бабайымман. Бір ұлым, бір келініммен қалдым. 2 келініммен қалдым. Енді қабер келе. Переговор. Не? Обратно дорога нет. Участка алдық, үйні сатылыққа шығар. Мен айттым. Маленький кибетушка ясаңыз, біз қартмыз. Аурарымыз, өлеріміз.
и соң саттылар. Раз-два ясадылар, без фундамент, без ничего. И готово. Мен өзім сатып, ұлым келіп контейнер жіберді. Такой легкий формада келдік, біздер даже неожиданный болды. И сразу старший келіп контейнер жіберді, іштен шықты, пропискадан шықты, біздің ауылда келді. Біз 4 қоранта, 3 ұлым, 1 қызым. Бір участка келіп түштік. Hepsini şu iğne satıp aşatıp, hepsi özüne çalışsam bola balam. Çalışmay jatsam bir şey bolmay. Çalışalar. Yaltağa da bardı, traktörler benzin atқанда da, ana şu средний ұлым Ялтаға да барды, бутылкалармен бензин атылғада да болды. Мен өзім де жауын жауамы, башқа боламы, любой ерге мен азырмен кетемен. Мына 18 майыста, 99 жылы 18 майыста Симферопольге кетмек керекміз. Пешком. Herkes кетті, мен 70 yaşında, мен де Исмаил бейден начинала Симферопольге пешком кеттім. Пешком ходьба болды. Требование. Крым. Прав. Кеттім соның үшін. Мен алдыма машиналар келді, мен, жоқ мінмеймен кетемен. Не сатайық біз? Бүтін адамымызын армияға бердік ярағанына. До 16 лет. Hepsi армияда, қауғада. Кімні сатайық, нені сатайық? Как можно сатмаға? 60-70 yaşında қарттылар, 15 yaşında, 15 yarım yaşta yaşlar. Үшке яраған адам жоқ анда. Сатмаға да адам жоқ, алмаға да адам жоқ. Нені сатамыз? Біз бір şey сатмадық. И не собирались сатмаға. Кім чаресі бар, ярай. Hepsi қауғада. Деревняда сақалы бұндай еді, неродной бабамна. Председатель қойып кеттілер. Замен председатель. О, неграмотный, подпись етмей білмей. А председатель. Не сатажақ, не алажақ.